Assalomu alaykum. Hyundai Sonata 2014-yili. Объем 2 benzin. Ko'ligimizda o'ng joq oldi krылоsi, bir detal вторичный краскада. Motor объем 2, CVL motor. CVL motor. Bizning oldi krылоsi buralgan. Kapot toza, tashkilari toza. Motor Көлікке келетін болсақ, бір линзалық оптика, туманник, R17 дюймдық дөңгелек. Сол бір деталь вторичный краскада, қалғандай таза. Бесключевой доступ, электрическое сиденье алдыңғы 2 орындық. Аквапринт ағаш сияқты. Артында подогрев сиденьесі бар. Комплектациясы жақсы екен. Артта стоптар LED жанады. Шақтар таза. Багажник бұралмаған. Таза. Бесключевой доступ. Электрическое сиденье 2014 жылы. Мультимедиа, круз-контроль. Обдув, подогрев сиденья, екі жағында да. Подогрев руль. 2 зоналық климат контрольді. Артқы камера. Артқы камерасы. 154 пробегте. Мультимедиа, круз-контроль. Драйв мод батырмасы бар. Панелдері тап-таза. Жағдай жақсы. Алдыңғы 2 орындық электрический сиденьеде 2 кілті бар. Осындай Sonata көлігі қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады. Ассаламу алейкум. Келесі көлігіміз Kia K5 2011 жылғы. Көлігімізде бір деталь вторичный краскада. Донс мотор. Мотор бұрылмаған. Бұрылмаған, таза. Көлікке келетін болсақ, панорамный крыша, 2 линзалық оптика, туманниктер бар, алды бамперде сырылған жерлері бар. Алды бамперде покраска істеу керек, 2 жағында. R18 дюймдық дөңгелек. Бізде мына оң жақ, артқы есігі бір деталь вторичный краскада. Қара салонда. Артқы подогрев сиденьесі бар. Артқы стоптар диоды жүреді. Объем 2 бензин. Артық герметиктер завод отыр. Жағдай жақсы. Отыр бұралмаған. 2011 жылы электрический сиденье, антизанос, подогрев руль, мультимедиа, круз-контроль, 2 зоналық климат контрольда. Пробег 178 мың жүрген. Панорамный крыша. Автокамера. Подогрев сиденье алдыңғы 2 орындықта 2 кілті бар. Осындай Kia K5 автокөлік қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады. Панелдерді таза. Жағдай жақсы. Ассаламу алейкум. Бүгін бізде наличиеде бір Hyundai Grand Rover бар. Бір деталь крашен екен. Көрсетіп кетейік. Көлігіміз объем 3 бензин, 2014 жылға. Мотор тап-таза, әдемі жұмыс істеп. Ол бұрылмаған. Оң жақта алды крыло бұрылмаған. Сол жақ алды крыло бұрылмаған. Көлігіміз
2014 жылға рестайлинг мордада. Bir линзалық оптика, туманник, алдында партронигі бар. Осының сері бесі түсті. Жағдай өте жақсы. R18 дюймдық дөңгелек. Дөңгелегі шамасы сызылған. Таза. Бір-бір ұрып кетейін. Таза. Көлігіміз паруқтарды барлық жер тап-таза. Оң жақ бет таза, крыша таза. Шамалы кішігірім ятыналары бар. Тарапының қара салонда. Средний комплектация бұл көлігіміз. Артында подогрев сиденьесі бар есігінде. Мультимедиа жоқ. 2014 жылға. Багажник, артқы крыло таза, багажник бізде таза. Объем 3 бензин. Асықта заводский герметті орында тұр. Багажник бұралмаған. Жағдай өте жақсы. Бізде тек қана сол жақ артқы крыло вторичный краскада. Мына жерде шпаклевкасы бар. Осы жерінде шпаклевка бар. R18 дюймдік дөңгелек, бесключевой доступ, электропакет. 2014 жылға. Қара салонда. Драйв мод, мультимедиа, подогрев руль, пробег 151 мың жүрген. Моторды жақсы жұмыс істеп тұр. Артқы камерасы бар. Бір кілт. 2 зоналы климат контрольде. Антизанос, парктроник, подогрев обдув сидений екі жағында да. Осында қара салонда. Hyundai Grandeur автокөлігі қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады. Панельдерді тап-таза. Машинаның жағдайы жақсы. Бағасы қолжетімді. Ойнатылатын тағы да бір көліктеріміздің бірі, бұл бізде Hyundai Grandeur HC, керемет ақтысы, эксклюзив комплектацияда, толық комплектация. Көлігімізді кузовын бірден тексеріп өтейік. Капотымыз родной окраста. Алдыңғы крыло родной окрас. Есігіміз родной. Артқы есігіміз де родной. Стойкамыз родной. Төбеміз бізде панорама. Артқы крыло родной окраста. Багажник бізде родной окраста. Артқы оң жақ крыломыз родной окрас. Есігде родной окраста бізде. Алдыңғы есігде родной окрас, стойкамызда бізде родной окрас. Так, соңғы деталь. Толықтай 100% бізде көлігіміз родной окраста тұр. Қалған детальдер қазір көріп көріңіз. Так, капоттың астында 3 литр GDI мотор, өте керемет. Өте сенімді моторлардың бірі. Мына жерінде кішкене май аққан жерлер бар. Аурулары басында лидерін алып жүреді, сол кезде май тоқтайды. Так, мотор мына бетінде крышкадан жіберіп жатқан жоқ. Мына бетінде кішкене майланып тұрған жері бар екен. Помелочи крышкасын поклатсын алып жүреді. Так, анжерон бізде бәрі сау орында тұр. Так, болттары крылым шешілмеген. Кашка бәрі орында. Капоттың болттары да бізде шешілмеген. Мына бетінде таза бізде. Алдыңғы крыло тоже бізде шешілмеген екен. Өте керемет жағдайда. Так, көлігімізге келетін болсақ, эксклюзив комплектация, алдыңғы линзованный оптика, алдыңғы парктроник, астында бізде диодный противотуманкілері, 360 камерасы бізде бар. Так, дөңгелектердің жағдайы өте керемет жағдайда, 80-90% бар. Бізде 18-дік дисклармен, өзінің родной эксклюзив комплектацияның дисклары өте керемет. Так, боковой бізде пауэртинки бар, боковой бізде камералары бар. Так, исключевой доступ, төбе бізде панорама.
көлігіміз таза 2013 жылғы шилдік бойынша. Есігінің карталарын жағдайы өте керемет, полный электропакет, клавиши сиденье, память сиденьеміз бар, кожалардың жағдайы өте керемет жағдайда. Орындықтарында бізде байырбақтармен бәрі ашылмаған. Салонға келетін болсақ, драйв мод, 360 камераны 3 қосатын кнопкамыз, антизаносымыз бар, плавающий руль бізде. Рулдің жағдайы бізде жақсы, ешқандай бүлініп атқан жоқ, қатты шашақтамаған. Мына жерлерінде кішкене жыртылғандары бар екен. Мультируліміз бар, круиз контроль, подогрев руля, пробег 172 000 шақырым жүрілген. Панелдің бәрі тап-таза, видеорегистратор, ортада дисплей, push стартымыз бар. Оның астында бізде аудиосистема бізде Actune, оның астында бізде двухзонный климат контроль. Камералар бізде толықтай жұмыс жасап тұр, 360 камера. Коробкамыз теппейді, өте керемет жағдайда. USB AUX проемдары бар. Комплектте де осында 2 кілтімен жүреді. Электроручник, автохолд, подогрев, обдув сиденье алдыңғы орындықтарымызда бар. Парктрониктар, шторканың кнопкасы толықтай жұмыс жасап тұр. Төбе бізде панорама. Панорамамызда толық жұмыс жасап тұр. Алдыңғы орындықтардың кожалар өте керемет жағдайда. Боковой нақта алдыңғы орындықта жылжытатын батырмалары бар. Арт жағын көтеріп жіберейін, тез-тез. Артына келетін болсақ, артында бізде шторкалары. Есіктер өте керемет жағдайда. Шадам осында кейін диванмен, артқы видеорегистратор. Подлокотник, кішігірім бокс, 2 подогревімен, 2 стақан қойғыш, мультимедиа управлениясы, салонның бәрі тап-таза. Күтіп айдалған көрініп тұр көлігіміз. Артына келетін болсақ, бізде парктрониктар, 2 выхлоп, мына жерінде краскасы кеткен жер бамперінде бар екен. Кішігірім, мына жерінде сырылған кішкене кетеді бұл. Артқы камерасы. Астында бізде докатка инструменттер толықтай комплектацияда бар екен. Лонжерон бәрі орнында бізде. Ешқандай соққы болмаған. Артынан өте керемет жағдайда көлігіміз. Майда-шүйде сыртында косяктары бар. Бұлайынша өте керемет күтіп айдалған көлік екен. Ассаламу алейкум. Hyundai Santa Fe автокөлігі 2019 жылғы, объем 2 турбо. Көлігіміз полный родной окраста, панорамный крыша, полоса удержания, бірлинзалық оптика, алдында парктронигі бар, R18 дюймдық дөңгелек, порог, бесключевой доступ, датчик. Қара салонда 5 орындық көлігіміз. Артқы орындығында подогрев сиденьесі бар. 2 USB порт. Мокрый асфальт үсті, объем 2 турбо, 4 вода, толық жетекті. Багажник электрически ашылады, артқы стоптар LED жүреді. Осындай 5 орындық. Қаласаңыз бұны 7 орындық қылып істеуге де болады. Насостары бар артында. Мына жерде жаңа полкасы бар. Багажник электрический. Багажник бұралмаған. Жағдай жақсы. Порог. Бесключевой доступ. 2019 жылғы электрический сиденье, полоса удержания, антизанос, мультимедиа, круиз контроль, дистроник, пробег 92 000 жүрген. Артқы камера. Көлігімізде бір кілті бар. Коробкалар жақсы жұмыс істеп тұр. Подогрев. Обдув, подогрев сиденья, подогрев руль, подогрев, обдув сиденья. 2 зоналық климат контрольде. Драйв мод, электронный режим, автоход, парктроник, 360 камера, панорамный крыша. Машинаның жағдайы өте жақсы, жанып тұр. Қызық болатын болса, жеке шықсаңыздар болады.